Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай қадірменділер? Бүгінгі шығарылым барысында тағы да трилогия тақырыбын қозғағым келіп тұр. Бұған түрткі болған әрине мексикалық сары боксшы. Біз оны түрлі қасиеттер үшін сынап жатамыз. Допинг дауы, төрешілерді сатып алу, негізсіз айыптау секілді тақырыптарда. Дегенмен бұл боксшының қазақтарға деген дұрыс көзқарасын ешқашан жоққа шығара алмаймын. Кезекті рет ол бәріміздің аузымызға құм құйып отыр. Бұл жолы ол кезекті ашық жаттығуында. Елестетіп көріңізші, Головкиннің жерлестерінің өзі менің залыма келіп, жанымда жаттыққысы келеді. Бұл жағдайда ол қандай күйде болар екен деген сөз айтып қалды. Бұл ретте түсіріп тұрған оператор арт жаққа қарай камераны бұрғанда, біз бір топ қазақ боксшыларын байқап үлгердік. Бұл еліміздің ең беделді промоушыны Сулеймен Промоушнс боксшылары болатын. Бұл Канелоның қазақтармен алғашқы байланыс емес. Осы профилер көктем айында Канелоның лагерінде болып оқу жаттығу жұмыстарын жүргізді. Ал Айдос Ербосынұлы Саульдің Биволға қарсысына жаттығуында спарринг қарсыласы ретінде бірге жұмыс жасаған болатын. Бұдан бөлек Канело қазақтарды Наурыз мерекесімен құттықтап, міндетті түрде біздің елге келетіндігінде айтқан еді. Енді оның бұл тұсына қалай жүрек жібімейді? Әрине, жақын тарта бастайсың. Осы тұста Головкин командасында бірде-бір қазақ боксшысы жоқ екенін еске аласың да, кәдімгідей көңіл күңіренеді. Біз сезімге бой алдырмауымыз керек. Бұл спорт. Канело ол Мексика намысын қорғайтын боксшы. Геннадий қарапайым қазақ елін күллі әлемге паш еткен даңқты спортшы. Ал Сулеймен Промоушнс боксшылары Канело залында жүрсе, бұл тегін емес. Бұл бизнестің бір бөлігі. Дегенмен, осындайды неге Геннадий жасамайды деп ойлайсың? Қазақтың мықты деген бір топ боксшысын жинап алып, Америкада бірге оқу жаттығы жиынын өткізсе дұрыс болар еді. Білгенімен бөлісіп, білмегенін үйренеді дегендей. Тәжірибе алмасу ешқашан зиянын тигізбейді ғой. Бірақ бұл бағытта Геннада жұмыс жүріп жатқандығын біз жанама естіген болатынбыз. Оның командасы Triple G Promotions, қазіргі сәтте Батыр Жүкенбаев, Қамшыбек Қоңқабаевтарға қызығушылығы бар. Бұйырса, Гена әлі қазақтарға жойқын қолдауын көрсетеді деп отырмыз. Ал бұл аралықта тағы бір қазақстандық боксшы нағыз чемпиондық белбеуге үміткер атанып отыр. Мен Сергей Липинец туралы айтып отырмын. Бұл боксшымыз бір кездері бірінші жартылай орта салмақта IBF белбеуін жеңіп алған болатын. Бірақ кейін айырылып қалды. Енді ақтөбелік боксшы WBC белбеуіне міндетті үміткер болып отыр. Ол енді Regis Prograis пен Хосе Сапеда кездесуін күтеді. Бұл жігіттер жақында WBC белбеуін өзара сарапқа салады. Мен WBC белбеуіне үміткер атандым. Джош Тейлор WBC және WBA белбеулерін ерікті түрде босатты. Мен өнер көрсеткен кеште Альберто Пуэлло, Батыр Ахмедов тұтып, WBA-ның вакантты белбеуін жеңіп алды. Енді WBC белбеуін Regis Prograis пен Хосе Сапеда сарапқа салады. Жеңгені менімен кездесуге міндетті, деді Липинец белбеу туралы түсініктемесінде. Ертеректе Липинец қысқа хабарламада американдық Умар Фигероамен кездесуге келісім беріп, бұл жекпе-жек тұтып алған болатын. 8-ші раундтан соң Фигероа командасы кездесуден бас тартқан еді. Липинец өзіне берілген мүмкіндікті қалай пайдалану керектігін көрсетіп берді. Сол кездесуге дейін ол белбеуге мүлде жақын емес болатын. Енді міне чемпиондық жекпе-жектің маңында жүрген жайы бар. Липинец былтырға дейін Ресей намысын қорғап келген еді. Бірақ ешқашан түп тамырын ұмытқан емес. Оның бір бұрнағы жылдардағы жаттығуларында ол Қазақстан Республикасының әнұранын қойып, дайындалып жатқан кадрларды көрсеткен едім. Мұнымен қоса қос елдің туымен шығып жүрді. Енді міне ол көк тумен шыға бастады. Айта кетер бір жайт, Липинец Батыр Жүкенбаевтың салмағында бокстасады. Батыр бағындыра алмаған асудан өтіп отырған бұл жігітке біз жауапты сындарында сәттілік тілейік. Бейне материал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары мол нам болсын.